жусан исін қастерлеген қапшақ батырларына ұрпақтарынан. Мына жерде қазағым елім жерім деп қанын төгіп жанын қиған батыр бабалар рухына тағзым етеміз дейді. Міне Кенесары хан Қасымұлы кесенесі. Міне жылдан жылға музей болып келе жатыр. Бір кезде бір мына кесене ғана, пирамида ғана тұратын. Содан кейін қазір міне Қасымұлы Наурызбай Абылай хан Әбілмансұр немересі 1822-1847 жылы осы Майтөбенің үстінде, осы жерде қырғыз-қазақ соғысында осы жерде басын алған екен Кенесары атамыздың. Негізі Россияның Екатерина II қол салып, ақырғы қазақтың ханның басын алған жер осы біздің ауыл. Осы жерде киелі Майтөбе деп айтылады. Мына жер Кекілік Сеңгір деген тау. Мына күнгей историяда жазылған Кекілік Сеңгір Майтөбенің үстінде деп осы жерде мыңбасы қазақ елінің ақырғы жиын болған жер осы. Сыпайтай батыр, Кенесары хан, одан басқа да мыңдаған қазақ бабалардың осы жатқан жерлері екен осы жер. Исторический жерлер ғой біздің. Историяда Кенесары ханның мына арғы Қырғызстанның Тянь-Шань деп қояды. Осы Тянь-Шаньның етегінде Кенесары ханның басын алған екен. Міне көрдіңіздер ме осы жерде қазір. Қазір мына граница, алдымызда мына солдаттар тұр. Ана ар жағында өтіп жатқан машина уже Қырғызстан. 500 метрден кейін Қырғыздың территориясы. Біздің жерлер осы. Ар жағы Тянь-Шань, үлкен тау. Мына таудың аты Әулие шоқы, Іле алатауының біткен жері мынау. Кекілік Сеңгір деп мына балақты айтады. Балақты айтады мына жерде. Міне осы жерде. Осы жерінен көздеріңізге елестете беріңіз. Қазақтардың батырларының басының бірігіп осы жерде. 300-дің балаларының басының біріккен жер екен осы жерде. 99 батырдың басы алынған жер деп айтады осы жерде мына сайда. Мына алдымызда Әулие шоқының астын. Осы жерге келген кезде орыстар қысқанда осы жерден біткен екен. Қазақтың соғысының, хандықтың орысқа бас иген жер деп айтты. Міне осы историяда осылай жазылған. Міне жерде әркім өз атасына келіп осы жерге Құран оқытады. Міне қасиетті Қордай жерінде жатқан қазақ батырларының дулат балаларынан дейді. Ел жұртын үшін шахид болған хан сұлтан қазақ батыр орнына кіші жүз беріш дейді. Кіші жүзден келген батырлар бар екен. Ел жұрты қорғаған қазақ батырларына наймандардан дейді. Смайыл Әли Мұхаммед дейді. Егемендік жолында қаза болған жауынгерлерге Смайыл Әли Мұхаммед дейді. Көрдіңіздер ме? Кесеңіздер осы исторический жерлерді көресіздер. Осы жерде әркім өз атасына. Қордай жерінде жатқан қазақ есті хан сұлтан батырларына керейлерден дейді. Қасиетті Қордай жерінде жатқан қазақ батырлары дулаттардан, тәуелсіздік жолдарында мерт болған қазақ бауырлары ұйғыр халқынан дейді. Елі үшін шахид болған хан сұлтан қазақ батырларына өзбек хандығынан дейді. Ел үшін шахид болған хан сұлтарына қазақ батырларына татар хандығынан дейді. Міне жылдан жылға история болып осы көтеріліп келе жатыр. Өткеннен бері күн ашылғанда жіберейінші деп жатқаным осы болады. Міне Кенесары хан Қасымұлы және батырларына дейді. Осы жерде міне. Міне көрдіңіздер ме? Ар жақтан бері уже күмбездер қойылып, әркім өз аталарына осы жерге Құран оқытып жатыр. Мына жерде тағы бір үлкен батыр бар екен. Сол кісінікі бөлек тұр ар жағында. Мынау деген Шырақшының үйі. Шырақшының үйі Көкшетаудан келген жігіт екен. Осы біздің жерде, осы Кенесары ханның басында осы жерде жылда Құран оқып келді. Міне Құран оқитын жері мынау. Мынау Құран жазылған кітап мынау. Осы жерде бәрі жазылған. Санжарұлы Құдайменді Абылай хан немересі дейді. Камень прощения от русского народа дейді.
Көрдіңіздер ме міне осылай жазылған